Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9-шы сыныптың тотығу дәрежесі тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: тотығу дәрежесі 0-ге тең болатын 3 затқа мысал келтіріңдер. Сұрақтарға жауап берместен бұрын сіздерге тотығу дәрежесі тақырыбын қысқаша түсіндіріп кетейін. Жай заттардың атомдарының зарядтары бізде үнемі 0-ге тең болады. Ондай жай зат атомдарына бізде хлор, кальций және сутек атомдары жаталады. Яғни олар ешқандай қосылыссыз жай ғана жай зат болып тұрады. Яғни бұлардың жай заттардың тотығу дәрежесі бізде 0-ге тең болады екен. Енді қосылыстарды талдайтын болсақ, ең алдымен СО2-ні алайық. Сіздер білесіздер, оттектің тотығу заряды бізде -2-ге тең. Яғни ол жерде оттек 2 атом болғандықтан, оны -2 зарядын 2-ге көбейтеміз, нәтижесінде -4 шығады. Бізде минус жағы да, плюс жағы да бір-біріне тең болу керек, сондықтан көміртектің заряды бізде +4-ге тең болады. Яғни минус заряды мен плюс заряды бір-біріне тең болу керек. Мысал ретінде H хлорды алайық. Хлор бізде -1 зарядына тең, ал сутек бізде +1 зарядына тең, яғни бір-біріне тең болып тұр. Келесі қосылыс алюминий 2O3. Сіздер білесіздер, оттекте тұрақты шама тотығу заряды бізде -2-ге тең. Бұл жерде оттек біреу емес, ол үшеу, сондықтан -2 зарядын 3-ге көбейтеміз, -6 шығады. Бізде -6 мен тең болу керек. Алюминий бізде 2 атом, яғни оны 6 + 6-ға толтыру үшін 6-ны 2-ге бөлеміз, бізде +3 шығады. Сонда екі жақтың да заряды бір-біріне тең болу керек екен. Бірінші сұрақтың жауабы: жай заттардың зарядтары 0-ге тең болады деп айттым. Ол жай заттарға бізде мысал келтірсек, оған H2, N2 және калий атомдарын жатқыза алады екенбіз. Екінші сұрақ: тотығу дәрежелері бойынша қосылыстың формуласын құрастырыңдар. Екінші сұрақтың жауабы: алюминий карбиді. Алюминий 4С3. Бізде алюминийдің тұрақты тотығу дәрежесі +3-ге тең. +3-дің көбейтеміз, яғни 4 алюминийге, яғни бізде 12 шығады. +12-ні 3-ге бөлген кезде 4 шығады. Бізде екі жағы тең болу үшін көміртектің тотығу дәрежесі -4 болады. Нұсқасы: көміртек нитриді C3N4. Бізде көміртектің де тұрақты тотығу дәрежесі бар, бұл бізде +4-ге тең. Бізде көміртек 3 атомнан тұрады, бұл осы формулада, сондықтан оны көбейтеміз, дәл жаңағыдай +12 болады. +12-ні азоттың 4 атомына бөлеміз, нәтижесінде бізде 3 шығады. Бір-біріне минус пен плюс бір-біріне тең болу үшін біз азоттың тотығу дәрежесін -3 деп жазамыз. Келесі иод фториді. Фтор бізде +1 зарядына, иод -1 зарядына тең, яғни олар бір-біріне тең. Келесі кальций бромиді. Кальций бром 2. Сіздер білесіздер, кальцийда тұрақты тотығу дәрежесі +2-ге тең, ал бромда -1-ге тең. Яғни +2, мына жақта да -2 шығады, бромның 2 атомымен көбейтіліп, яғни олардың да тотығу дәрежелері бір-біріне тең. 0-ге тең болып тұр. Келесі фосфор хлориді. П хлор 5. Сіздер білесіздер, хлор -1 зарядына тең, ол өзінің 5 атомымен, индексімен көбейтіліп -5 болады. -5-ге плюс жағы тең болу үшін фосфордың тотығу дәрежесі +5 болады. Үшінші сұрақ: формулалардағы әр элементтің тотығу дәрежесін анықтап, заттарды атаңдар. Үшінші сұрақтың А жағдайы: магний оксиді, магний О. Оттектің тотығу дәрежесі -2-ге тең, магнийдікі +2-ге тең. Күкірттің 6 валентті оксиді SO3, оттектің тотығу дәрежесі -2-ге тең, ал күкірттікі +6-ға тең. Көміртек дисульфиді. Күкірттің тотығу дәрежесі -2-ге тең, көміртектікі +4-ге тең. Фосфор пентафториді. Фтордың тотығу дәрежесі -1-ге тең, фосфордікі +5-ге тең.
йод пентафториді. Фтордың тотығу дәрежесі -1-ге тең, ал йодтікі +5-ге тең. Жағдайы азот қышқылы HNO3. Оттектің тотығу дәрежесі -2-ге тең. Ол оттектің бір атомы емес, сондықтан 3 атом, оны 3-ке көбейтеміз, -6 болады. Бізде сутектің тотығу дәрежесі тұрақты +1-ге тең. Енді бізде -6-мыз бар, яғни бізге плюс тотығу зарядтары бірдей болу керек, -6-ға жету керек. Сондықтан -6-дан 1-ді алып тастаймыз, сонда бізде +5 қалады. Яғни ол бізде азоттың тотығу дәрежесі +5 деген мағынаны білдіреді. Келесі кальций карбонаты, кальций СО3. Оттектің тотығу дәрежесі -2-ге тең, дәл жаңағыдай оттек 3 атом болғандықтан ол -6-ға тең болады. Енді сіздер білесіздер, кальцийдің тұрақты тотығу дәрежесі +2-ге тең. 6-дан 2-ні алған кезде +4 болады, яғни көміртектің тотығу дәрежесі бізде +4 дегенді білдіреді. Келесі натрий силикаты, натрий 2 силициум О3. Бізде дәл жаңағыдай оттек -6-ға тең. Натрийдің тұрақты тотығу дәрежесі +1-ге тең. Алайда бізде натрийдің мына жерде екеу екенін көріп тұрмыз, 2 атомы бар. Сонымен қосылып, ол бізде +2-ге тең болады натрий. Сонда -6-дан 2-ні алып тастағанда +4 қалады. Яғни бізде бұл силициумның +4 деген тотығу дәрежесін алады деген сөз. Келесі мырыш нитриті, цинк NO2. Бұл жерде де дәл солай. Оттек бізде -2 болып тұрады. Ең алдымен жақша үшін орындаймыз. Оттектің заряды -2, оның тағы 2 атомы бар, көбейтеміз, 2-ге 4 шығады, және жақшаның сыртында тағы да 2 деген тұр, яғни оны тағы да 4-ті тағы 2-ге көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 8 шығады. Келесі бізде осы жерден біз цинкті зарядын жаза аламыз, +2 деп, себебі оның валенттілігіне байланысты жақшаның сыртында 2 деген индекс тұр. Сондықтан цинктің тотығу дәрежесі +2-ге тең. Осы жерде 8-ден 2-ні азайтамыз. Бізде нәтижесінде 6 шығады. 6-ны бөлеміз жақша сыртындағы 2-ге, нәтижесінде бізде 3 шығады. Яғни бұл бізде азоттың тотығу дәрежесі +3-ге тең деген мағынаны білдіреді. 4-ші сұрақ. Бор нитридінің мырыш фосфидінің формулаларын құрастырып, тотығу дәрежесін және химиялық байланыс түрін анықтаңдар. 4-ші сұрақтың жауабы. Бор нитридінің формуласы бізде BN болып табылады. Бізде азот 3 байланысты болып табылады. Сондықтан оның тотығу дәрежелерін -3 және оған тең болу үшін бордың тотығу дәрежесін +3 деп жаздық. Бұл байланыс, бор нитридінің байланысы бізде атомдық байланыс немесе бинарлы байланыс, 2 жай заттың қосылысы деп айтуымызға болады. Мырыш фосфиді формуласы цинк 3P2. Фосфордың тотығу дәрежесі -3-ге тең. Фосфор бізде біреу емес, 2 болғандықтан 2-ге көбейтіледі, -6 болады. -6-ны цинктің, мырыштың 3-не бөлеміз. Цинк 3 деген 3-не бөлген кезде бізде 2 шығады. Яғни цинктің тотығу дәрежесі +2-ге тең болады. Бұның байланыс түрі иондық байланыс болып табылады. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Соңына дейін көргеніне рахмет. Міндетті түрде достармен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.